Фильмде жасырынып жүрген австралиялық жас Дженнифер бейнеленген. Күтуші болып жұмыс істеп жүргенде, ол Дэвис мырзамен бетпе-бет келеді. Ол оның шынайы болмысын ашады. Ол полиция шақырамын деп қорқытады және қамауға алынудан қорқып, Дженнифер ер адамды мылтықпен ұрып, үйден қашып кетеді. Бізді Дуглас Уэст пен оның ұлы Курт Уэстпен де таныстырады. Олардың қарым-қатынасы қиын. Балаға жақындауға тырысқанда, Дуглас оны өзімен бірге Нидерландыдағы әйгілі жел диірмендеріне экскурсияға апаруды шешеді. Осы уақытта біз бұрынғы бастығы Серхиоға жұмысқа орналасуға тырысып жатқан жұмыссыз фотограф Рубиді кездестіреміз. Ер адам жел диірмендерінің суреттерін алғысы келетінін айтып, одан осы жұмысты орындауын өтінеді. Дженнифер қаладан кеткісі келіп, полиция қызметкерлерінің келе жатқанын байқап, сол жерден тез кетіп қалады. Ол қашып бара жатқанда Виндмилл туристік автобусын байқайды. Дженнифер автобусқа келеді. Бірақ гид оны тоқтатып, билетті көрсетуді сұрайды. Ол оны іздеп жүргенде кейіп танытады. Бірақ ер адам оны бәрібір кіргізуді шешеді. Ол бортқа отырар алдында гид біртүрлі ескерту жасап, басқа күнәкарға әрқашан орын болатынын айтты. Барлығы бортта болған кезде гид өзін таныстырады. Ол өзінің есімі Абе екенін айтып, өзінің әрі жүргізуші, әрі гид екенін түсіндіреді. Сапар барысында Абе жел диірмендерінің Нидерланды үшін маңыздылығын түсіндіріп, олардың тарихи қолданылуын және кейбір қараңғы фактілерді атап өтті. Ол әлемді Құдай жаратты, бірақ голландтар Голландияны жаратты деп аяқтайды. Ұзақ сапардан кейін олар бірінші аялдамаға жетіп, көліктен түседі. Дженнифер туристердің бірі Джексонның ұйықтап жатқанын байқайды. Бірақ Абе ешқандай проблема жоқ дейді. Топ кеткеннен кейін Джексон кейіп танытқанын мойындап, досына хабарлама жібереді. Осы уақытта Абенің түсіндірмесі кезінде Дженнифердің жүрегі айнып, топтан шығып кетеді. Доктор Купер, туристердің бірі, оның кетіп бара жатқанын күдікті түрде бақылап отырады. Дженнифер дәрі-дәрмектерін ішуге тырысады. Бірақ оның таусылғанын түсінеді және бұл оны алаңдатады. Оны Дуглас тоқтатып, ұлымен бірге суретке түсуін өтінеді. Алайда Дженнифер оны елемей кетіп қалады. Ал Руби оның орнына суретке түсуді ұсынады. Осыған қарамастан, Дугластың назары ауып, Куртты елемей, баланы мұңайтып қалдырады. Автобусқа қайтып бара жатқанда, Дженнифер Джексонның телефонға жауап беріп жатқанын көріп, оған қатты қараған кезде шошып кетеді. Ол дәрі құтысын тастады. Купер оны алып, өзіне қайтарды. Дженнифер оның салған суретін байқап, оны суретші деп атайды. Бірақ Купер бір жыл демалыста екенін айтып, оны жоққа шығарады. Содан кейін оның сапарға шығуына не түрткі болғанын сұрайды. Мен өте қуаныштымын. Дженнифер өзінің австралиялық екенін айтты. Және ол әлемді кезіп жүру, ол үшін әдеттегі нәрсе екенін айтады. Ол тыңдайды. Бірақ ыңғайсыз әрекет етеді және үндемейді. Содан кейін Абе келесі маршруттың басталғанын жариялап, оның ұзаққа созылатынын ескертеді. Дженнифер демалуға бел буып, ақыры оған қатыгездікпен шабуыл жасаған адамды есіне алады. Ол қатты қорқып, оянады және бәрі оған қарап тұрғанын түсінеді. Сосын жолда сол адамды көріп, жүргізушіге көлікті тоқтат деп айғайлайды. Ол оны басқа біреу көрді ме деп сұрағанда, болған оқиғадан бәрі абдырап қалады. Қызыққан Дженнифер көліктен түсіп, оны іздеуге бел буады. Алайда ол ешкімді таппай, алыстан бір түрлі жел диірменін байқайды. Ашуланған Абе оған қайтып келуді бұйырады. Ал жас келіншек оны орындайды. Алайда олар сапарды жалғастыруға тырысқанда, көліктің қозғалтқышы жұмыс істеуден бас тартады. Абе жолаушылардың наразылығын байқап, олардан сабыр сақтауларын сұрайды. Түнде ол Дуглас келіп, оны қорқытқанда автобусты жөндеуге тырысады. Дуглас көмекке шақыру керек дейді. Бірақ Абе бұл аймақта көмек жоқ деп мәлімдейді. Ашуланған Дуглас оларға бірдеңе істеу керек екенін айтады. Ал гид көмек сұрауға келіседі. Олар көлікке қайтып келе жатқанда, оларды алыстан жұмбақ біреу бақылап тұрды. Абе жолаушыларға бұл сапарда жолы болмағанын, бірақ үрейленуге ешқандай себеп жоқ екенін айтады. Ол көмек күтетіндерін айтады. Ал Купер бұл адамның кәсібилігіне күмән келтіреді. Дуглас біреуде белгі бар ма деп сұрайды. Бірақ бәрі жоқ дейді. Джексон ашуланып, межелі жерге жету керек екенін айтады және олар ауылдың жанынан өтіп бара жатқанын айтып, сол жерден көмек сұрауды ұсынады. Руби жақынырақ нәрсе іздеген дұрыс болар еді дейді. Дженнифер жолдағы жел диірмені туралы айтып, онымен бірге жүруді ұсынады. Өйткені ол жағдайға жауапкершілікті сезінеді. Джексон бұл жақсы идея екенін айтып, онымен бірге жүруді шешеді. Қорыққан Абе оларды тоқтатуға тырысады. Бірақ Джексон ол жерде қалмайтынын айтады. Кетер алдында Дуглас Дженниферге пальтосын береді, ал Абе оған фонар береді. Олар кеткеннен кейін Купер картасымен Абеге жақындап, олардың қайда екенін сұрайды. Гид олардың қайда екенін көрсетеді. Бірақ Купер мұның мағынасы жоқ екенін айтып, картада тарихи орындар бейнеленгенін және жел диірмені жоқ екенін түсіндіреді. Абе ештеңені түсінбейді.
Ал Купер Дженнифердің не көргені туралы сұрағанда талап етеді. Осы уақытта Дженнифер мен Джек көмек іздеп орманды аралап жүр. Саяхат кезінде Дженнифер оның жел диірмендеріне қызығатын адамға ұқсамайтынын байқады. Джек мұны растап, өзінің теңіз жаяу әскері екенін айтып, бөлімшесіне қосылмас бұрын үзіліс жасағанын айтты. Олар сөйлесіп жатқанда, оларды орақпен қаруланған біреу бақылап тұр. Бұл сәтті алыстан шыққан шу үзіп, Дженнифер бірдеңені көргенін айтады. Бірақ Джек бұл жай ғана көлеңке екенін айтып, қозғала береді. Джексон серуендеп келе жатып, жезөкшенің аяқ киімін тауып алады. Содан кейін флешбек оны бұрынғы жағдайда қыздың оған шабуыл жасағанын және ол әрекет етіп, ақыры оны өлтіргенін көрсетеді. Қазіргі уақытқа оралсақ, ол не болып жатқанын түсінбейді. Содан кейін оған аяусыз шабуыл жасалып, аяғы кесіліп тасталады. Ал Дженнифер не болып жатқанын көріп, шошып кетеді. Үрейленген Дженнифер біреудің орақпен келе жатқанын байқайды. Джексон оған жүгір деп айғайлап, көп ұзамай оны өлтіреді. Дженнифер шарасыздықтан автобусқа қайта оралып, ер адамның Джекке қиғаш шабуыл жасағанын көргенін, бірақ оның бетін көрмегенін айтады. Қалғандары не болып жатқанын түсіне алмай, Руби Дженниферді тыныштандыруға тырысады. Доктор Купер өзін дәрігермін деп атайды және Дугласқа бос антипсихотикалық бөтелке тапқанын айтады. Ол Дженниферге сұрақ қояды. Себебі ол дәрі қабылдауды тоқтатқандықтан, оның белгілері болуы мүмкін деп болжайды. Ол бұл айыптауларға қобалжиды. Бірақ ол тынышталып, үлгерді және топ одан Джек туралы қайтадан сұрай бастады. Ол сөйлемекші болған кезде, Дженнифер алыстан кісі өлтірушіні байқап, қалғандарына ескертеді. Кенет автобустың терезесіне қарға соғылып, көлік өзен жағасына аударылып қалды. Туристер тез шығып кетеді. Ал дүрбелең кезінде Дженнифер өзін құтқару үшін Куртты итеріп жібереді. Автобус ақыры өзенге батып кетеді. Ал Дуглас Курттың қолын жарақаттағанын түсінеді. Ол мұның бәрін Дженниферге кінәлайды. Бірақ ол бұл қажет деп санайды. Ол көмектесуге тырысады. Бірақ Дуглас оны итеріп жіберіп, бұл оның кінәсі екенін айтады. Руби Куперден баланы емдеуін сұрайды. Және ол бұл үшін бірдеңе табу керек екенін айтады. Дуглас олардың барлығына жел диірменіне баруды ұсынады. Бірақ Дженнифер бұл қауіпті екенін ескертеді. Өйткені ол жерде өлтіруші болуы мүмкін. Осы кезде Купер Дугласқа жақындап, оған қарауды ұсынады. Руби дауды тоқтатып, жағдайды өзі шешетінін айтады. Ал топ өз жолын жалғастыруда. Жолда келе жатып, Такаши бұтаның арасынан итін байқап, топтан бөлініп, оның соңынан еруге бел буады. Қалғандары жол бойында саятшылықты тауып алады. Ал Абе оларға сол жерде тұруды ұсынады. Ол көмекке шақыру үшін жел диірменіне баратынын айтып, сол жерден кетіп қалады. Олар кабинаға кіреді. Ал Курт бұл жерді ұнатпайтынын айтып, өзін жайсыз сезінеді. Руби қоршаған орта туралы сұрақтар қояды. Ал Дуглас бұл ескі шіркеу болуы мүмкін деп болжайды. Дженнифер ескі радионы тауып алып, сол жердің әсерін сезіне бастайды. Дуглас шақпақ сұраған кезде қалыпты жағдайға оралады. Руби шүберек тауып үлгерді, бірақ Купер де бір түрлі әрекет ете бастады. Дженнифер Дугластың от жағып жатқанын көріп тұрғанда, кенеттен Абе пайда болып, ол жерде ешкім жоқ және бәрі жабық екенін айтып, осы сәтті үзді. Дуглас ашуланып, енді не істейтіндерін сұрайды. Бірақ Купер оған ешқандай қауіп жоқ екенін айтып, оны тыныштандырады. Руби күн шыққанша күтуді ұсынады. Бірақ Дуглас олар Джекті тастап кете алмайтынын айтады. Дәл осы кезде Дженнифер Такашидің жоғалып кеткенін байқап, топ алаңдай бастайды. Такаши итін іздеуді жалғастыруда. Ақыры оны марқұм әжесіне тиесілі мүгедектер арбасының жанынан тауып алады. Ол келіп, орындыққа қолын тигізіп, кешірім сұрайды. Кенеттен ауыр қадамдар естіледі. Бірақ Такаши оның жазасын қабылдау арқылы ешқандай әрекет жасамайды. Кабинада топ дауды жалғастыруда. Курт олардың сөзін бөлгенше, олар бір-бірін кінәлайды. Купер өзінің дұрыс айтқанын айтып, Такашиді іздеу керек пе деп сұрайды. Руби екі адамның жоғалып кеткенін және бір түрлі нәрсе болып жатқанын айтып, бұл жерден кетуден бас тартады. Дуглас ашуланып кетіп бара жатқан Дженниферді тағы да кінәлайды. Абе бақсылық жасағаны және шайтанмен келісімі үшін сотталған диірменшінің оқиғасын ашатын ескі құжаттарды тауып алады. Купер құжаттарды оқуды сұрайды және бұл диірменші Хендрик туралы жергілікті аңыз екенін айтады. Дженнифер бұл не туралы екенін сұрайды және ол диірменшінің шайтанмен келісім жасасқанын түсіндіре бастайды. Купердің айтуынша, бұл диірменді желсіз жұмыс істеп, оны байыту үшін жасалған. Алайда ауыл тұрғындары оны тауып алып, өз диірменінің ішінде өртеп жіберген. Абенің айтуынша, бұл бұрынғы диірмен болуы мүмкін емес.
Өйткені бұл жер әлі күнге дейін бұзылмаған. Ал сипатталған диірмен өртеніп кеткен. Купер оларға іздеуді бастау үшін таңертеңге дейін жылынуды ұсынады. Бұл арада алыстан тіршілік иесі оларды бақылап, келесі құрбанын таңдайды. Кейінірек Дуглас Дженниферді арандата береді. Ал Курт оған не болғанын сұрайды. Ол өзін психопатиялық әйелмен бірге кабинада қамап, Дженниферді бұл жерден кетуге мәжбүр етті деп мәлімдейді. Купер асыра сілтеп жібергенін айтып, жас келіншектің үйіне қайтып келуін өтініп, оның артынан барады. Дженнифер Дугластың басына оның психопатиялық өлтіруші екенін айтқанын айтады. Купер бұл оның айтқанында емес екенін айтады және оның мезгіл-мезгіл галлюцинациядан зардап шегетінін түсіндіреді. Ол мұны растайды. Бірақ Джекті өлтірген адам өзі сияқты шынайы болғанын айтады. Сенуден бас тартады. Бірақ Дженнифер шындықты ашады. Ол кісі өлтірушіні танитынын мойындады және қызығушылық танытқан Купер бұл туралы сұрайды. Ол оның әкесі екенін айтады. Ал Купер оның сөздері ессіз адамның бос сөзіне ұқсайтынын айтады. Дженнифер сөйлеген сәтте Купер одан баяу алыстай бастайды. Ол науқас жатқан операция үстелін тауып алып, оны танып жатқан кезде оған жақындайды. Кенет ол орнынан тұрып, Купер бұл оның кінәсі емес деп үрейленді. Дженнифер оның өзімен сөйлескенін, бірақ ешкімді көрмегенін және кенеттен оған шабуыл жасалып, өлтірілгенін көреді. Нысан оған ашылады және ол айқайлағалы жатқанда Такаши келіп, оны тоқтатады. Содан кейін Купер өзінің қылмысы үшін ақталғанын айтады. Ал екеуі қашып кетеді. Екеуі шошып қайтып келеді. Ал Дженнифер бұл жерден кету керек екенін тағы да талап етеді. Ол темір таяқшаны ұстап алады. Ал Руби не болғанын және Купердің қайда екенін сұрайды. Дженнифер Джекті өлтірген адамның қайта пайда болғанын түсіндіреді. Және ол Куперді өлтірді. Ол темір таяқшаны көтергенде, Дуглас ол адамға не істегенін сұрай бастады. Дженниферге жан-жақтан қысым жасалып, ақыры өткенді көріп, көзіне жас алып, оны ренжітпеуін өтініп, барлығын абдырап қалды. Дуглас Абеге арқан әкеліп, оны байлап қоюды бұйырады. Оны байлап қой. Олар жақындап, оны ұстап үлгереді. Осы кезде Такаши түсіндіре бастайды. Ал Руби барлығынан мұқият тыңдауды сұрайды. Такашидің айтуынша, ол бұрын жан түршігерлік әрекет жасаған, бірақ шын өкінішпен кешірім сұраған. Руби оның сөздерін топқа аударады. Өйткені ол басқа тілде сөйлейді. Ол үшін жазаны қабылдау құтқарылуға жетудің жалғыз жолы болды. Руби Дженнифердің айтқаны дұрыс шығар дейді. Бірақ Дуглас ашулана бастайды және оның жай ғана жынды екенін айтады. Содан кейін Абе Купердің диірменші туралы барлық оқиғаны айтып бермегенін айтады және ол бастайды. Ол түсіндіре бастайды. Оның айтуынша, Эбелес Хендрикстің қызметтерін жақсы көргені сонша, ол оны тозақ қақпасының күзетшісіне айналдырды. Дуглас одан тоқтауын сұрайды. Бірақ Абе аңыздың шындыққа айналып бара жатқанын айтып, талап етеді. Осы уақытта жаратылыс Купердің денесін көтеріп, оның қанын бүкіл бөлмеге шашады. Қан отынның бір түрі ретінде қызмет етеді және жел диірменін қайта іске қосады. Кейінірек Дженнифер оянады. Өйткені радио өздігінен қосылып, оны өшіруге тура келеді. Бұрылып қараса, ол жарқыраған жарықты байқап, не болып жатқанын анықтауға бел буып, бұрын тұрған жерінен ескі трейлерді тауып алады. Өмір сүру үшін қызығып, сол жерге кіріп, әкесінің ұйықтап жатқанын көреді. Тез арада Дженнифер ағасының бөлмесіне барып, оны сол жерден алып, қауіпсіз жерге қояды. Содан кейін ол тіркемені өртеп, әкесін ішке қамап тастайды. Алайда ол кеткенде ағасының жоғалып кеткенін түсінеді. Көп ұзамай ол оның айқайын естіп, оны құтқаруға тырысады. Бірақ жалын күшейе бастайды. Дженнифер айқайлап оянады. Ал Руби бұл жай ғана қорқынышты түс екенін айтып, оны тыныштандыруға тырысады. Ол не болғанын түсіндіреді. Бірақ сол кезде жұмыс істеп тұрған жел диірменін байқап, қалғандарына ескертеді. Дуглас мұны байқап, ол жерде біреу бар деп ойлап, қуанып, Абеді өзімен бірге жүруге шақырады. Басқа амалы қалмаған Абе онымен бірге баруға бел буады. Ал кетер алдында Дуглас Дженниферді байлап тастап кетуін өтінеді. Олар кеткеннен кейін Такаши толқып, ежелгі рухтар туралы айтады. Бірақ Руби ештеңе түсінбейді. Ол Куртқа көмектесуге бел буады. Ал бала оның Такашидің әңгімесіне сенетінін сұрайды. Бірақ Руби ол білмейтінін айтады. Содан кейін ол бұрын Якузаға қызғаныштан қарсыласының бетін кесу үшін ақша төлегенін айтады. Шабуыл бақылаудан шығып, ақыры әйелдің өліміне әкелді. Өз-өзіне қол жұмсау. Кабинада Такаши жын шығару рәсімін жасай бастайды. Руби көбірек қылшық ағаш жинау үшін далаға шығуды ұйғарады және бұл жердің оған қазірдің өзінде әсер етіп жатқанын көрсетеді. Қылшық ағаш теріп жатқанда ол шу естіп, барлауға аттанады. Руби жердегі тесікті көрсететін бірнеше жапон шамдарын тауып алады. Ол құдық суындағы шағылысына таңдана бастайды.
Бірақ кенеттен оның шағылысуы ұстараның жүзінен ұстап қалады. Ол өзінің бетін кесіп жатқанын көріп, тез шарасыздыққа бой алдырады. Кенет жаратылыс басын құдыққа түсіріп, тұншығып қалады. Бұл оны өлтіреді. Осы уақытта екеуі жел диірменіне бірге жетеді. Ал Дуглас кім осылай өмір сүрген болуы мүмкін деп ойлайды. Екеуі бұл жерге кіріп, жасырын бөлмені тапқан кезде біреуді іздей бастайды. Онда олар Джек пен Купердің айуандықпен кесілген мәйіттерін тауып алады. Ал Дуглас бұл көріністен ауырып қалады. Екеуі ақыры Дженнифердің айтқаны дұрыс екенін түсініп, Дуглас қайтуға шешім қабылдады. Кабинада Курт Рубидің кешігуіне алаңдай бастайды. Ал Дженнифер бір түрлі түтінді байқайды. Ол көп ұзамай Такашидің тіршілік иесін шақырғанын түсініп, онымен байланысуға тырысады. Дженнифер жаратылыс жоғалып кеткенше Такашидің қандай да бір дұға оқып жатқанын бақылап отырады. Такаши Рубидің жоғалып кеткенін байқап, оны Курттың көмегімен іздей бастайды. Олар оны таба алмай, басқа шаруалары болмағандықтан Дженнифердің қасына отырады. Ерлі зайыптылар кабинаға оралады. Ал Дуглас ұлын құшақтау үшін жүгіреді. Абе Руби туралы сұрап жатқанда, Дженнифер жаратылыс оны ұстап алғанын айтады. Ал Дуглас оны шешпес бұрын кешірім сұрау мүмкіндігін пайдаланады. Бостандыққа шыққаннан кейін Дженнифер Такашидің рәсімін көргеннен кейін не істеу керектігін білетінін айтады. Ол жел диірменін жою, бұл нысанды жоюдың жалғыз жолы деп санайды. Және бұл жердің қарғысымен Дуглас бұл теорияға сенбейді және оны бос сөз деп атайды. Бірақ Курт өзінің күнәсі не болар еді деп ойлайды. Ол анасына не болғанын сұрайды. Өйткені Дуглас онымен байланысуға мүмкіндік бермейді. Қысым көрген Дуглас ажырасу туралы айтып, бұрынғы әйелін оның жолын кесті деп айыптайды. Ұлын көр. Туындаған шиеленіс жағдайында Курт баспанадан кетуге шешім қабылдайды. Ал Дуглас оның артынан барады. Дуглас ұлының көмек сұраған дауысын естіп, оған қарай жүгіреді. Ал Дженнифер Курттың дәл оның алдында тұрғанын ескертеді. Содан кейін ол телефон қоңырауын естіп, әйелінің әмиянын тауып алады. Мазмұнын тексере отырып, ол бақытты отбасылық суреттерді көреді. Бірақ көп ұзамай ол өз әйелін өлтірген сәттің кадрларын көреді. Абе оны ақылдылығы үшін мақтайды. Бірақ кенеттен оны тастап кетеді. Өлер алдында Такаши Эббидің басқа тілде айтқан бірнеше сөзін естиді. Ер адам басқалардың келе жатқанын естіп, оларды қарсы алуға жүгіреді. Ол Дуглас туралы сұрайды. Ал Дженнифер оның өлтірілгенін айтады. Эб таң қалғандай кейіп танытады. Ал Дженнифер Такаши туралы сұрағанда, ол жас жігіттің кетіп қалғанын айтады. Алайда Дженнифер оған сенбейді және оның қолындағы шланг туралы сұрайды. Эб Такаши Дженнифердің күдігін тудырған автобуста бірдеңе істеу үшін көмек сұрады деп жауап береді. Кейінірек трио автобусқа қарай бет алады. Ал Дженнифер бензин алуды ұсынады. Оның алдында Эбби оған қалта пышағын береді. Дженнифер жанармай жинап жатқанда, Эбби Курттың қасында қалып, бір түрлі әрекет ете бастайды. Оның айтуынша, Курт сияқты бейкүнә адамның осының бәрін басынан өткеруі ұят. Қызығып, бала не айтқысы келгенін сұрайды. Бірақ Эбби оған бұл туралы ұмытып кетуін айтып, кетіп қалады. Курт шошып кетті. Бензин жинап болған соң, үшеуі жел диірменіне қарай бет алады. Жолда Дженнифер одан қашып құтыла алмайтынын айтқан дауысты естиді. Жел диірменіне келгеннен кейін Дженнифер Эбенмен бірге сол жерге кіруді шешеді және Курттан сыртта күзетте қалуын өтінеді. Мекеменің ішінде Эбен Дженнифермен бетпе-бет келіп, оның күнәларын осылайша тазарта алатынына шынымен сенетінін сұрайды. Ол бұл пікірді елемей, бензин құюды жалғастыруда, ал Эбен жай ғана қарап отыр. Сыртта Курт күзетте қалады, бірақ айналадағы шуды ести бастайды. Оның қасында бол, жел диірменінің дөңгелегіне қарап, ақыры ұйықтап қалады да, диірменші пайда болады. Дәл осы кезде Дженнифер шатырдан жарқыраған жарықтың түсіп жатқанын байқап, мәселені шешуге бел буады. Алайда, жаратылыс қайта пайда болып, оны төмен қарай тартып, оны естуге мәжбүр етеді. Оның басынан ұр. Дженнифер Абеден көмек сұрайды, бірақ ол оның жаны қазір қожайынына тиесілі екенін айтады. Дүрбелең кезінде Дженнифер оттықты тастайды. Курт оянып, Дженниферді сүйреп апарып жатқанын көреді. Бірақ Абенің тұтқында болып, оны жел диірменіне сүйреп апарады. Диірменші Дженниферді алып, жерге лақтырып жібереді. Содан кейін әкесінің кейпіне енеді. Ол ағасын қалай өлтірсе, Курттың да өлуіне жол беремін деп, оны арандата бастайды. Ашуланған Дженнифер оған қарай ұмтылып, шабуыл жасай бастайды. Бірақ көп ұзамай оның еденге құлағанын түсінеді. Ол бұрылып қараса, артынан келе жатқан диірменді көреді. Осы уақытта Абе Куртты өлтіруге дайындалып жатыр. Бірақ бала құлаған оттықты байқайды. Оның назарын аударғанын пайдаланып, Курт затты алып,
үй-жайды өртеп жібереді. Өлуге жақын тұрған Дженнифер диірменшінің күйе бастағанын көреді, ал оның рухы жоғалып бара жатқан сияқты. Содан кейін Курт әбенің қасында жүргенде Дженниферге қоңырау шала бастайды. Айғайлаған дауысты естіген Дженнифер оған көмекке жүгіреді де қайтадан оттың арасынан өтіп кетеді. Ол өзінің қорқынышымен бетпе-бет келіп, қарсы тұруға тырысып жатқан әбеге қарай жүгіреді. Дженнифер еш ойланбастан мойнына пышақ сұғып, Куртпен бірге диірменнен қашып кетеді. Бала бірнеше сәтке есінен танып қалады, бірақ көп ұзамай есін жияды және екеуі де жеңдік деп сенеді. Алайда Курттың диірменшінің әлі тірі екенін түсінген кездегі көрінісі өзгереді. Жаратылыс оның ешқашан бітпейтінін айтып, жақындап келеді және Дженниферді Курттың көзінше айуандықпен өлтіреді. Содан кейін диірменші оның денесін жанып жатқан диірменге сүйреп апарады, ал Курт шарасыздықтан айқайлайды. Соңғы көріністе әбе пайда болады. Ол диірменге жаңа туристерді әкеліп, бұрынғыдай сөйлемді қайталайды. Басқа күнәкарға әрқашан орын бар.